саудагерлер дәл осы сезон күтіп отыр қазір көбісі. Қазір қойын басын ұстап отыр, сатпай. Ертең құрбан айт 2 есе сатам дейді. 3 есе сатам дейді. Сат жарайды. Сат. Сатта келеткен шығарсын. Бірақ бір нәрсе айтқым келеді, онымен береке таппайды адамдар. Өйткені ол адамдардың мұқтаждығын пайдаланып, адамдар байлыққа қол жеткізсе, ол баракат болмайды деген ол жерде ғалымдар. Ол берекелі болмайды. Керісінше Құдай сақтасын, біреу налынып кетуі мүмкін ана жерде. Тесіп шықсын да ақша сенен. Не нәрсе мынау? Кеше ғана 50 мың деп тұрғанда 80 мың теңге, 30 мың қымбат кетті ме не? Одан кейін 30 мың теңгеге мен дастархан жайып, кішкене былай ас берем ба деп ойлаймын халыққа. Не қымбат болып кетті деп налынып кетеді де біреу. Мен алшы ақшаңды деп. А бірақ ол саудагерді ойлау керек та, оны өздері сатып алып ет қылып жейін деп жатқан жоқ қой. Мысалы халық не істейді? Таратады, үлестіреді. Отбасыларға, мұқтаж жандарға әйтеуір үлестіріліп барынша қайырымдылық жасайды да адамдар. Ол адамды өз жерде саудагерді ойлау керек та. Адамдар сондай ақшасын Құдай үшін 50 мың теңгесін шығарып, Құдай жолында таратайын деп жатыр. А менде неге осыған 10 мың теңге қоспасқа? Әдетте 50 мың теңге сатылып жатқан болса, 40 мың теңгеге скидка жасап бер. Бауырым, негізі әдетте 50 мыңға сатып жатқанбыз бұны. Бірақ құрбан айттың құрметіне мен сен 40 мыңға берем, бауырым. Или 40 мыңға сатқанда 30 мыңға берем, бауырым. Әдетте негізі мынанша ет десе, енді сол енді құрбан шалынады ғой ертең. Ол етті біреу жейді. Бір мұқтаж барып, бала шағасымен бір риза болып, сорпасын ішіп жейді. Сол адамдар арғы тағы қандай ізгі амалдар жасайды, соның басында жаңа саудагерді үлескер болады да саудаға. Саудачасын дейді ғой. Яғни адамдар күнәға үлескер болмау керек, сауапқа үлескер болу керек.